Қазіргі таңда адам өмірін энергиясыз елестетуге мүмкін емес. Қалай сонда? Айналамыздың бәрінде энергия бар, оны тіпті жаңасыдан байқауға болады. Электр энергиясы үйлерде, мектептерде, ауруханаларда, заводта және көлік салаларында кеңінен қолданылады. Даяна, сен білесің бе? Энергияны алу тәсілі қоршаған орта мен адам денсаулығына тікелей әсер етеді. Бүгінгі таңда адамзат көмір, мұнай және газ сияқты қалпына келмейтін энергия көздерін пайдалану салдарынан көптеген экологиялық мәселелер пайда болады. Дәстүрлі энергия көздерін пайдаланудың салдарынан туындайтын мәселелер. Біріншісі, ауаның ластануы. Көптеген электр станциялары көмір, мұнай және газ арқылы жұмыс істейді. Бұл отын түрлері жанған кезде атмосфераға зиянды заттар, түтін, көмірқышқыл газы, күйе және улы газдар бөлінеді. Оның салдарынан ауаның сапасы төмендейді, тыныс алу аурулары көбейеді, қалаларда түтін пайда болады және де балалар мен қарт адамдардың денсаулығына қауіп төндіреді. Су мен топырақтың ластануы. Мұнай өңдеу зауыттары, кен орындар және көлік құралдары кейде жанармай мен химиялық қалдықтардың төгілуіне себеп болады. Бұл заттар өзендерге, көлдерге және топыраққа түседі. Оның салдарынан балықтар мен су жануарлары қырылады, ауыз су ластанады, жер ауыл шаруашылығына жарамсыз болады және де табиғи тепе-теңдік бұзылады. Климаттың өзгеруі. Қазба отындарының жағу кезінде көп мөлшерлерде көмірқышқыл газы бөлініп, атмосферада жиналады. Бұл парниктік әсерге әкеледі. Оның салдарынан жер бетіндегі температураның көтерілуі, мұздықтардың еруі, құрғақшылық пен су тасқыны, қатты желдер мен табиғи апаттардың көбеюі. Табиғи ресурстардың таусылуы. Көмір, мұнай және газ миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан, алайда олар өте жылдам таусылады. Бұл ресурстар қалпына келмейді. Оның салдарынан энергия бағасының қымбаттауы, энергетикалық дағдарыстар, елдердің отынға тәуелділігі, болашақта энергия тапшылығының туындауы. Шешім: табиғи қалпына келетін ресурстарды пайдалану. Табиғат адамға, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін таза әрі қауіпсіз энергия көздерін ұсынады. Олар жел, күн және су энергиясы. Біріншісі, жел энергиясы. Жел диірмендері. Жұмыс істеу принципі. Жел диірменінің қалақшаларын айналдырады. Айналу нәтижесінде электр энергиясы өндіріледі. Артықшылықтары: түтін мен зиянды газдар бөлінбейді, ауа мен суды ластамайды, қалдық шығармайды. Жел сарқылмайтын ресурс. Қолдану аймақтары: далалы өңірлерде, қала шеттерінде, көше жарықтандыруда, мектептерде, фермерлік шаруашылықтарда, тұрғын үйлерде. Күн энергиясы. Күн панельдері. Жұмыс істеу принципі. Күн панельдері күн сәулесін электр энергиясына айналдырады. Артықшылықтары: күн энергиясы күн сайын қолжетімді. Тегін энергиясы көзі, дыбыссыз жұмыс істейді, табиғатқа зиянсыз. Қолдану салалары: үйлер мен мектептердің шатырларында, ауруханаларда, аялдамаларда, көше жарығында, су жылытуда, құрылғыларда, зарядтауда. Үшіншісі, су энергиясы, гидроэнергия. Жұмыс істеу принципі: судың ағысы турбиналарды айналдырып, электр энергиясын өндіреді. Артықшылықтары: тұрақты жұмыс істейді, қуаты жоғары, ауаға зиянды қалдықтар шығармайды. Маңызды: өзендердің экожүйесін сақтау үшін шағын су электр станцияларын пайдалану қажет. Төртіншісі, қосымша экологиялық шешімдер. Жасыл аймақтар ауаны тазартады, шуды азайтады, климатты жақсартады, адамдардың өмір сүру сапасын арттырады. Қоқысты сұрыптау және қайта өңдеу. Қоқыс көлемін азайтады, табиғи ресурстарды үнемдейді, экологиялық мәдениетті қалыптастырады. Қорытынды: дәстүрлі энергия көздерін пайдалану көптеген экологиялық мәселелерге алып келді. Алайда адамзаттың қолында тиімді шешім бар: табиғи ресурстарды ақылмен пайдалану. Жел, күн және су энергиясы қоршаған ортаға зиян келтірмейді, электр қуатын өндіруге мүмкіндік береді. Табиғи ресурстардың пайдаланудың нәтижесінде ауа таза болады, ауру сырқау азаяды және су мен топырақ ластанбайды. Табиғи байлықтар сақталады, қауіпсіз әрі тұрақты болашақ қалыптасады. Табиғат энергиясы таза, дені сау және қауіпсіз болашақтың кепілі.